Сәлеметсіздер ме құрметті менің оқырмандарым. Мен үйде істеп жатқан жұмыстарыммен, ойлармен бөлісе кетейін деп едім. Оюды матаға жапсыру барысы. Дайын лазермен кесілген оюды матаға түсіреміз. Оны екіге бөліп алып, ішін бір бөлек, сыртын бір бөлек қылып, матаға бөлеп қойып аламыз да. Біреуінің паутинкасын үстіне қарап, бір жағын астына қаратып, екі матаға бірдей бір өтікпен басқанда екі матаға бірдей басылатып дайындап аламыз. Дәлдеп оны бәрін тоқтап матаға орнатып аламыз. Орналастырып алып, үстінен келесі матамызды әзір жауып, мен бұл жолы көрпем ерекше болсын деп екі түрлі матадан жасаған жатырмын. Қызық тұрса, ары қарай қарап, тамашалап, подписка басып, комментария жаза кетіңіздер, ойларыңызды жаза кетіңіздер, қалай болатын. Қолдап қазақтың өнерін тарата отырыңыздар. Үтіктеп алдық, үтіктеп. Керемет болды менің ойымша. Оюларым әдемі түсті. Міне қалай болатынын білмеймін сіздерге солай көрсете кетейін. Мен ойынша осылай жасайын деп жатырмын. Енді оюға жапсырып алған, матаға жапсырып алған оюларымызды зигзаг жүргіземіз. Ұқыптап, партияны ақырындап зигзаг жүргіземіз. Бәрін өз қолымен, қол еңбегі, вақтылап қол еңбегі. Бізде бала күнінде отырғанда шағын айналысатын жұмысымыз. Қазақтың өнерін дамытып, басқаға үйретіп, білмегенімізді басқадан үйреніп дамыта отырайық. Қолдап ұнаса, тамашалайтыңыздар, жалғасын тағы да саламын. Зигзагымызды жүргізіп алып, бәрін қосып шығамын, Құдай бұйыртса. Тарата отырып, қолдап арғай жалғасын, келесі видеода тағы саламын. Толық көрпенің дайын болуын қарап, тамашалай отырыңыздар. Зигзагымызды жүргізіп алып, екі нелеріне уже әр бөліктеріне жүргізіп алдым, ұқыптап қарап дайындап аламын. Дайын болғаннан Құдай бұйырса өстіп қосып шығамын. Ұнаса лайк баса кетіңіздер.